Замандастар, бүгінгі бек досымызбен Ләззат досымыздың керемет отырыс өтіп жатыр. Ерекше, былайша айтқанда форматы да бөлек. Сондықтан осы керемет отырыс иелерін құттықтайып, Құдай қаласа жерлеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын, өсіріп отқан бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Тек сіздердің тойларыңызға келейік, жақсылықтарыңызға келейік. Енді мен мына жерде жігіттер ай сайын біз бір айтарым бар да, оған келіссеңдер бір ауыз. Қолдасаңдар, сол мынау 1000 теңгеден жинап жатырмыз ғой. Сол 1000 теңгеден бітті енді, мен одан кейін күтпейміз ғой. Ағаң алдында тұр ғой. Одан кейін бере. Осы 1000 теңгеден жинағанды мен жақында Ләззат әпшеңнің жаңа үй өртеніп кеткен WhatsApp-тан көрдік. Соған біздің көмегіміз ретінде осы жиналған ақшаны берсек өте оңай. Соны қабыл алыңыз. Рахмет. Аманатты жеткізіңіз. Туған әпшеңіз ба? Жоқ, туысқан әпшем ғой. Көрші өтенге ғой. Содан Мұқтаж адамға берген дұрыс қой, сауап қой. рахмет, Алла разы болсын. Мен қарындасым сөйлесінші. Не деймін, бүгінгі отырыстарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Құда қаласы аман есен, аяқ қолыңыз жеңілденіп, қуанышты бола беріңіздер. Жүк осындай ұл әкеліңіз өмірге. Жаңа кім айтты ғой? Жаңа айтты ғой, Назыбек сияқты деп. Дендеріңіз сау болсын, отбасыңызға тек амандық тілейміз. Осы отырыс жалғасын таба берсін. Сол үшін алып қойыңыздар. Ой, бәрекелді. Давай, жол. Иванның қасында емес, інім, анау айне